Қымбатты достар, бауырлар, ағалар, оқырмандар, бүгінгі видеода ер-тоқым туралы мәліметтер айтқым келеді. Ер-тоқыммен таныстырғым келеді. Мына өзім заказ берген біраз ер-тоқымның бөліктері бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізгім келді. Сол себептен кімге таныстыру қажет осы ер-тоқымды, кім ер-тоқым туралы мәлімет білгісі келеді, соларға қарау керек деген ойдамын. Қазақ болғасын ер-тоқымның бөлігін, ер-тоқым туралы мәліметтерді білген өте дұрыс деп санаймын. Ер-тоқым өзінің құрылысына байланысты, қолдануына байланысты неше түрге бөлінеді. Әр адам өзінің ыңғайына байланысты осы ер-тоқымдарды қолдан істейді, немесе заказ береді. Кімге қалай ыңғайлы, солай өзіміз жасап аламыз. Мен негізі өзімде ер-тоқымды қолдан істеймін, бірақ өзіме ыңғайлы, өзіме керек деп осы ер-тоқымды екінші рет заказ беріп тұрмын. Менің мінетінім маған ыңғайлы, кавалерийский дейді ер-тоқым. Осы екінші ер-тоқым заказ беріп тұрған. Бірінші ер-тоқымды 1,5 жыл бұрын заказ берген. Онымен қыста шаруашылығымызда қайғылы жағдай болып, соған байланысты өртеніп кеткен болатын ер-тоқым. Оны кейінгі видеоларда көрсетемін, қандай жағдай болған. Ал қазірше мына заказ берген ер-тоқымды қарап тамашалаңыздар. Өзім заказ бердім, бірақ 3-4 күн болған шығар келгеніне, 1 жетідей болды екен даже. Әлі ашқан жоқпын. Алматыда Аян деген ағамнан екінші рет заказ бердім. Өте керемет жігіттер, қолдан жасайды, өте жоғары сапада. Дегенмен бірінші алған ер-тоқымым сондай деңгейде болды. Екіншісіне әлі қараған жоқпын, бірақ дәл сондай комплектациямен заказ берген болатын. Егер кім заказ бергісі келсе, сұраңыздар комментарийда, номерін, бағасын айтып сіздерге беремін. Так, олай болса, ашайық, ер-тоқымды көрейік. Біртіндеп алып, қандай заттар шығады, сіздермен таныстырып өтем. Так. Таза былғарыдан істейді ол жігіттер. Сондықтан қарауларыңызға болады. Так, мынау бізде тоқымның өзі шықты бірінші. Тоқым 2 қабаттан тұрады. Мына астыңғы қабаты киіз. Мынадай қылып жасалған. Киіздің сапасы жаман емес. Бұлай айтарлықтай болсам, айтсам өзім ойым бойынша киіздің сапасы жаман демес, өте қатты, күшті деп те айта алмаймын. Орташа, жақсы, жаман емес киіздің сапасы. Міне, мұндай ішкі ер-тоқым 2 қабаттан тұрады. Тоқым деген ер-тоқым деп бұл. Мұнау тоқым әзірше көрсетіп атқаным. Сыртқы таза былғарыдан жасалған. Міне. Кім жақынырақ көргісі келеді, міне. Таза былғары. Іші киіз. Одан кейін әртүрлі комплектация дейді ғой. Әртүрлі комплектациямен істейді ол жігіттер. Менің өзіме жасаған комплектациям осындай. Так, мынау қоржыны. Осындай қоржын. Неше түрлі заттарды салып, ерге асып іліп қойсаңыздар болады. Ерге ілініп, арт жақта тұрады ол. Ертең бір қолайлы уақыт болғанда атты ерттеп, атты қалай ерттеу керектігінде бір видео түсіргім келеді. Сол кезде полный комплектацияны салып, сол кезде сіздерге көрсетемін. Қоржыны ердің артқы жағында тұрады. Содан кейін, так, не мұнда? Мынау мылтық салатын қоржын дейміз, не деп айтамыз, чехол. Мынада өздерінің эмблемалары тұр. Накей
Инстаграмнан көрсеңіздер болады бұл жігіттердің жұмыстарын. Мынакей KZ менімше. Ер тоқымнан басқа неше түрлі сөмкелер жасайды. Белбеулер, былғардан біраз жұмыстары бар. Оны қарап өздеріңіз таныссаңыздар болады. Міне мынадай мылтық салатын қоржын. Бұлар енді өзім аңшылықпен айналысқасын. Мен қоржынмен бірге заказ бердім. Міне атқа іліп қояды. Ерге ұстаттырады бір жағынан. Ертең оны толықтай салған кезде көрсететін боламын сіздерге. Сонымен қатар мынау еліктің тұяғынан істелген қамшы үйге іліп қоятын. Бұны енді ол жігіттер подарка ретінде өздері салып жіберді маған. Бонус. Былайша айтқанда. Так. Не мынау бізде? Мынау бізде құйысқан. Құйысқан деп аталады. Бұл мына жерден ерден бекітіліп, ердің артқы жағынан құйрыққа қарай өтіп, құйрық алып іліп қояды. Мынау құйысқан ерді ат шапқан кезде алдыға қарай жібермей тұрады, ұстап. Сапасы өте керемет, былғарының қалың, өте жақсы деңгейде дайындалған. Мынау құйрықтан ілінеді, мынау екі жағы ердің артқы екі жерінде бекітіледі. Ат шапқан кезде бұл енді көп шабатын адамдарға арналған. Атты шауып келе жатқанда ерді алдыға қарай жібермей тұрады. Мынау құйысқан деп аталады. Так, мында бізде мынау бізде жүген. Қарап тамашаласаңыздар болады жүгенді. Мынау бізде ауыздық нержавейкеден жасалған. Өте керемет сапада. Мында көрсеңіздер өзінің 145 мм дейді. Мынау жүгеннің бөлшектерін айтатын болсақ, мына жері ауыздық деп аталады. Яғни аттың аузына киіледі. Мына жер мұрындық. Мына тамақтың астында тартатын бауы бар. Бұны сағалдырық деп атайды. Тамақтан тартатын жерін. Сонымен қатар мына ұзын бауды бұл енді аттан өткізіп бүйтіп ұстайды ғой. Сол кезде оны тізгін деп атайды. Бұл былайша айтқанда руль, аттың тізгіні. Так, жүгенмен таныстырып болған сияқтымын. Әрі қарай келетін болсақ, мынау бізде үзеңгі. Үзеңгіні көрсеңіздер, міне осындай керемет сапада жасалған. Мына жері резинка. Яғни бұл аяқты салған кезде аяқ тайғанамас үшін. Мына қыстың күні атпен көп жүретін адамдар біледі. Сосын мына үзеңгі суық тартады. Адам қандай етік кисе де суық білінеді үзеңгімен отырған кезде. Соған арнап резинка салған. Бұны алуға да болады, алып тастауға да, жүре беруге де болады. Таймайды және суық өткізбейтін резинка. Мына үстіндегі бауы, бұл үзеңгі бауы деп аталады. Сырты былғары, іші капронмен өңделген ременмен. Былай қарасаңыздар болады. Үзеңгі бау және үзеңгі. Мынау бір жағыныкі. Екінші жағы болу керек. Міне екінші жағы. Сонымен қатар, мында не ол бізде? Мында бізде өңілдірік
жаңа құйысқан туралы айтып өткен болатынбыз. Мынау құйысқан артынан тағылатын болса, аттың мына өңілдірік алдынан тағылады. Ол былай. Алдыңғы жағы ерге бекіледі, екі жағынан. Мына екі жер міне. Содан бұл аттың мойнын айналып, мына жер аттың төсінде тұрады. Төсте тұрады. Мына бау астынан мына төс тартпа дейміз. Сол тартпаға бекітіледі. Ерді адам шауып келе жатқан кезде артқа қарай жібермейді. Өңілдірік артқа қарай жібермейді, ерді құйысқан алдыға қарай жібермейді. Сол кезде ер ортада бір темппен не істемей, айналмай, жылжымай, бір қимылдамай тұрады. Келесі бізде не? Мынау бізде тартпа. Енді білмеймін, бізде бұны Қазақстанның әрбір жерінде әртүрлі атайды. Біздер өзіміз тартпа дейміз. Мынадай қылып жасалған. Былғары асты капрон. Тартпа екеу болып келеді. Ол мына тартылуына байланысты. Төс тартпа бірінші. Содан кейін шап тартпа болды. Және бұл туралы айтатын болсақ, тартпа кейбір жерде айыл деп аталады. Тартпаның да неше түрлі болады. Ремень сияқты істелінгені. Бұны тартып ремень сияқты тағып болады. Кейбір тартпаларда баумен болады. Оны ертең атты ерттеп жатқан кезде баумен қалай тартылады, оны да көрсетерім. Мұнда екінші тартпа. Енді адам өзінің қолдануына байланысты салат тартпаларды. Бір адамдар бір тартпа салады. Бірақ екі тартпа салған дұрыс деп ойлаймын. Себебі ердің орнында жылжымай тұруы, ол ең біріншіден безопасность дейміз, ол қауіпсіздік. Ол біріншіден аттың қауіпсіздігі, аттың денсаулығының. Себебі ер босаған кезде бәріміз білеміз, аттың арқасын қажап жауыр қылады. Екіншіден адамда бос ерден айналып кетіп құлауы мүмкін. Неше түрлі қайғылы жағдайлар болып жатады. Сондықтан ерінбей екі тартпаны салып, өңілдір құйысқанды салып, сақадай сай болып жүрген дұрыс. Мында енді ердің өзі шығып келе жатыр қазір. Кавалерийский ер. Бір жақтарда орыс ер деп атайды, по-моему. Осындай ер. Қалай көрініп жатыр ма сіздерге? Бұл қардан жасалған таза. Ердің сапасына келетін болсам, өте керемет сапада. Неше түрлі ерлерді көріп жүрмін енді. Ердің бағасы 12 мың ба, 13 мыңнан басталады базарда. Содан бастап көтеріледі. Міне Накей деген өздерінің фирменный жазулары. Асты екі қабат киізден қапталған. Сонымен қатар мынау міне үстіндегі қаптамасы, мына жеріне белдік деп аталады. Ердің ең маңызды жерлерінің бірі мына жері қатты болу керек. Себебі бұл босаған жағдайда аттың арқасына тиіп, аттың үстін қажап жауыр қылады. Мына жер тартпаны өткізіп тартатын жер. Қазір мына полностью не істеп салып, үзеңгі бауын үзеңгісін орнына қойып, тағы бір түсірем, керек десеңіздер. Немесе ертең атты ерттеген кезде бір көрсетерім, қалай тұратын полностью. Осындай ер. Сол, басқа айтарым жоқ. Сұрақтарыңыз болса, комментарийден қоя жатарсыздар. Уақытына қарай жауап берем бәріне де.
сіздердің де қосатын заттарыңыз болса, я болмаса менің түзейтін заттарыңыз болса, білмеген жерлерім болса, түзеп тұрып айтып отырасыздар. Менің білетін мәліметім осы әзірше. Рахмет тыңдағандарыңызға. Міне осылай ерді жинап қойдым. Түрі осындай. Мылтықтың қоржынын жаңа мылтық салып көріп едім, онымен салмағы ауып кетіп бері қарай тұрған жоқ, сондықтан мылтықты алып тастадым, сіздерге көрсетейін дедім қалай тұратынын. Ертең атқа салған кезде көрсетермін. Өте ыңғайлы ер. Соңыра кейінірек атты ерттеп, тағы бір салып түсіндіріп өтерім. Әзірше осы